Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Құрметті қадірменді Қасымбек ауылының тұрғындары, Алла субхану ва тағала келіп жеткен Наурыз мерекесін баршамызға құтты да берекелі болсын. Ақтың молаятын, жарықтың ұзаратын, нұрдың молығатын, тіршіліктің жаңаратын, өмірдің жаңғыратын, пейілдің түзелетін, көңілдің кеңейетін кезеңі Наурыз мерекесі құтты болсын. Көктің тынысын тыңдап, жердің тамырын басқан, тұрмыс тіршілігін табиғат анасымен тығыз байланыстырған халқымыз Наурызды жаңару мен жасампаздықтың бастауы, ырыс пен берекенің арқауы деп бағалаған. Олай болса, Наурыз мерекесі баршаңызға жаңа жетістіктер, молшылық пен татулық әкелсін. Барыс жылы ел тыныш, туған жер аман болып, әр отбасында шат көңіл, бақыт және береке салтанат құрсын. Қадірменді ауыл тұрғындары, шамамыздың жетісінше мешітіміздің жанашыр азаматтарының жәрдемдесуімен бүгінгі күні осындай бір мерекелік дастархан жайып атқан жайымыз бар. Осы барыста баршаларыңызды осы Наурыз мерекесінде жақсы көңіл-күй көтеріп, бір-бірімізбен шынайы жанашырлық, татулық, береке, бірліктің үлгісін көрсеттік деген ізгі ниетімізді білдірмекшіміз. Қадірменді ағайын, қандай да бір жағдай болмасын, бір-бірімізді тура түсініп, бір-бірімізді мінеп сынап емес, қайта жетіспей жатқан жерлеріне үлес қосуларыңызды шын жүректен тілейміз. Алла баршаңыздан разы болсын.